Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге осындай қойдың іш майына оралған бауырдан дәмді етіп котлет дейді, біреулер шашлык дейді. Осы асты жасап көрсететін боламын. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін қарап, өз пікірлеріңізді және лайктарыңызды басып кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен бізге керекті бұл жерде қойдың құйрық майы, 150 грамдай құйрық майы керек, және де 350 грамдай қойдың бауыры керек, және бір жуамызды, 2 зубчик чесногымызды барлығын жақсылап осылайша етіп турап аламыз. Бұны енді мясорубкадан өткізсеңіздер де болады. Мен бұл жерде мясорубка емес блендерменен өткізіп аламын. Бауырды тазалап жуып, сыртындағы пленкасын алып турайтын боламыз. Көріп тұрғандай өте дәмді болады. Бізге енді міндетті түрде сыртын осылай қойдың іш майына орасаңыздар, сыртындағыны қарынның сыртындағы сеточка майы болады ғой, соған жақсылап орап пісірсеңіздер өте дәмді болып шығады. Енді қазір осының барлығын жақсылап блендерменен майдалап аламыз. Ал міне толық блендерден бауырларымызды жақсылап майдалап алдық, өткізіп. Енді бізге керекті бұл жерде свежий кинза, укроп, петрушка салсаңыздар да болады. Негізі кинзаның өте дәмі ерекше болып дәмді болады. Сосын тұз салдым ішіне, қара бұрыш керек, паприка, кепкен чеснок және свежий чеснокты мана бірге блендерменен майдалап алдық жуаменен, және де дәміне қарай барлық керекті дәмдеуіштерді салып, енді осы сеточкаге майымызға орайтын боламыз.
Ал қыздар, міне бауырымызды толықтай іш майға орадық. Көріп тұрғандай духовкаде бір 30-35 минутта піседі. Бұл енді бауыр тез піседі ғой. Сыртындағы майлары толық еру керек. Бір 200 градуста, 210 градуста пісірдім. Мен енді бұл жерде кішкене 1 сағаттай көбірек тұрып қалды духовкамде, сондықтан да сырты кішкене хрустящий, сәл күйіңкі сияқты болып пісті. Бір 30-35 минут салып пісірсеңіздер болады. Бірақ өте дәмі керемет болды. Мына май, сыртындағы майдың барлығы еріп, бауырымызға сіңіп, өте сочный болып шықты. Осылай жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Алдағы уақытта өте дәмді тағамдармен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп қойыңыздар және қолдау көрсетіп қойыңыздар. Егерде менің осы салған видеом ұнаса, достарыңызға, жан-жақтарыңызға жіберіп, бөлісіп отыруды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға рахмет қолдау көрсетіп отырғандарға. Сау, саламатта болыңыздар.